Әмиян сыйлауға бола ма? Әмиян сыйлауға болады, бірақ оны сыйға тартудың өзіндік ырымдары бар. Сондықтан мұндай сыйлық жасамас бұрын бәрін ескергеніңіз жөн. Мәселен, ырымға сенсек, әмиянды материалдық жағдайы мен статусы өзіңнен жоғары адамнан ғана сыйлық ретінде қабыл алуға болады. Демек, әмиянды бастығыңызға немесе кәсіптегі серіктесіңізге сыйламағаныңыз абзал. Тағы бір ырым бойынша, сыйлайтын әмиян алатын кісіге ұстайтын әмияннан кішкентай болмауы тиіс. Әйтпесе ол мұны ақшаң азайсын деген жаман ырымға балауы мүмкін. Үлкендігі дәл сондай немесе сәл үлкендеу әмиян сыйлаған жөн. Әмиянның түсі де маңызды рөл атқарады. Ақша тартатын қоңыр, қара, алтын және күміс түстес әмиян сыйлаған дұрыс. Феншу бойынша су тектес, көк немесе жасыл әмиян сыйланса, ақшаң да судай ағып кетеді. Оған қоса әмиян сыйлаған кезде ішіне ақша салуды ұмытпау керек. Бос әмиян сыйланса, иесінің қалтасы қалыңдамай қояды деген ырым бар. Сондықтан ішіне тиын емес, қағаз ақша салып сыйлаған абзал.